Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Балнұр. Бүгін сіздермен дәмі тіл үйіретін, ауызда еритін қызыл барқыт тортын пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар: қант, ерітілген жұмсақ сары май бөлме температурасындағы, және кефир, ұн, какао, разрыхлитель сода, сұйық май, жұмыртқа, краситель керек болады. Бірінші қантымызға сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бір-бірден жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Егер видео ұнап жатқан болса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тағы қандай торттар күтесіз, жазып қалдырсаңыздар болады. Енді кефирімізға 1 шай қасық красительді қосып араластырамыз, және ұнымызды, какао, разрыхлитель соданы тоже араластырып алып, кезекпен кезек 1-2 қасықтан 3-4 қасықтан осылай салып араластырып аламыз. Бәрін бірден салып тастасаңыздар, тесталарыңыз дұрыс араласпай қалуы мүмкін. Сондықтан 3 бөлікке бөліп араластырсаңыздар, тесталарыңыз жақсы шығады және көтеріліп шығады. Міне осылай мен 3 бөлікке бөліп араластырып салдым. Ең соңында сұйық майымызды құйып, бір келкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Пешімізді 180 градуста қыздырып қоямыз. Мен тестаны 3 бөлікке бөліп 3 корж шығаратын боламын. 22-лік формада пісіремін. Жан-жағына ештеңе жақпаймын, тек астына пергамент қағазын төсеп, тестамды құйып, әркім пеші әртүрлі, мен 20-25 минут пісіретін боламын. Піскенін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеремін. Ағаш таяқша құрғақ шығу керек. Мен кремді бөлек сіздерге видео алып түсіретін боламын. Енді тортымызды жинаймыз. Бірінші коржымызды салып, осылай тегіс қылып, кремімізді жағамыз. Мен корждарымның жан-жағын домалақ қылып тегістеп кесіп алдым. Кесілген коржды қалдықтарын үгітетін боламын. Мен тортымның 3 коржын салып болдым. Бетін пищевоймен жауып 3-4 сағатқа холодильникке жіберемін. Міне қалдықтарын үгітетін боламын. Міне 3-4 сағат тұрды. Енді кольцомызды алып, жан-жағына кремімізді жағатын боламыз, тегістеп. Үгітілген коржымызды осылай жан-жағын безендіретін боламыз. Сіздер өз қалауларыңызша безендіре берсеңіздер болады. Маған осылай тиімді болды. Егер видео ұнап жатса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Не осылай шықты менікі. Сау болыңыздар.